Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай тауық аяқтарын духовкада жасайтын боламыз. Өте керемет дәмді болып шығады. Маринадын міндетті түрде жасап көріңіздер. Тәтті болып шығады. Менің арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз тауық аяқтарын, яғни окорочкаларды осылай бөліктерге бөліп аламыз бірнеше. Және де маринадтап қоюымыз керек. Оның үшін 2 сағат немесе түнгіге қалдырып маринадтасаңыздар да болады. Оған видеодағыдай майонезімізді, дәмдеуіштерімізді, тұзымызды, бұрышымызды қосамыз. Менде бұл жерде тауық етіне арналған арнайы бір дәмдеуіш болды. Сіздер паприка, куркума және де арнайы тауық етіне арналғанды да алып қоссаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Және де жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Сонымен қоса окорочкаға томат пастасын және де кішкене аджика қоссаңыздар болады. Жақсы көрсеңіздер, ашуны жақсы көрсеңіздер. Мен томат пастасын ғана қосып, осылай жақсылап тұрып араластырып алдым. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін 2 сағатқа маринадтап қоясыздар. Барлығы сіңгенше өте керемет болып шығады. Екі сағаттан кейін ашылған картоптарыңызды салып, осылай бірге араластырасыздар да. Арнайы салафан, яғни духовкаға пісіретін пакетикқа салып, буып, жарты сағаттай духовкада 180 градуста пісіріп аласыздар. Кейін жарты сағаттай пісіріп алғаннан кейін бетін ашып, яғни салафанын кесіп жібересіздер, бетін ашып, тағы да 10-15 минутқа жақсылап тұрып, картоғы піскенше, жаңағы тауық аяқтары қызарғанша жақсылап тағы 10-15 минут пісіріп аласыздар. Осындай өте дәмді, өте керемет тауық аяқтары шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.